Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. А я вам хочу сказать, знаете, а везде, наверное, это вкусно или еще как-то. Если тебе предлагают такое, почему вы, наверное, нет. Что предложи такое, будем говорить, ну, такое. Мы же все равно где-то, подсознание. Аллах Таала жеңілдігін берсін. Что нам выгодно, мы тоже как бы, знаете, да, приятно, не от того, что, а вот а это такое, там, да еще может быть с деньгами, там, как возить, Көтерілгендердің біраз магазиннің есігін күшпен ашпақ болған ғой. Сындырған. О жақта все дома дегеннің терезесін жамап жатыр, кеше сындырып кеткен. Смол жақта ғой. Мынаның да терезесін сындырған. Мінеки. Мінеки. Мына ламбордтың да терезесін шатқаған. Мына жақтың да смол жабық. Bir saat ба, bir жарым сағат ба кезекте тұрып, Ақсайнаннан нанға қол жеткізіп келе жатыр ма. Негізі бала кезде кеңес өкімет тарап, Қазақстан тәуелсіздік алып, колхоздар тарап жатқан кезде де осындай нанның жетіспеушілігі болған болатын. Ол кезде де талонмен нан алып кейін. Сол кезде бір байқалғаны, нан жоқ болып, халық нанды қадірлеп жүрген кезде, кейін нан келіп, сол кезде 79 жылғылар 11-ші сынып оқып жатқан кез шамасы. Сол кезде елдер жаңағы нан жетпей, нанға мұқтаж болған кездерде тезде ұмытты да. Бірден нан келген кезде жаңа нанның біреулер сыртын жеп, ішін тастап, біреулер ішін жеп, сыртын тастап, сондай жағдайлар көп орын алды. Жағдайды тез ұмытамыз ғой, біз пендеміз. Осындай қиын жағдайларды тез ұмытып кетеміз. Сондықтан кімге не керек екен, осындай жағдайда белгілі болады. Аллах Таала жағдайымызды жақсартсын. Аллах Таала елімізге тыныштығын, берекесін берсін. Аллах Таала билікке хидаят берсін. Аллах Таала аман болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.